Ассалаумағалейкум достар. Мен адвокат Таир Насханов. Бүгін біз өте өзекті әрі маңызды тақырыпты талқылайық. Қазақстанда қашықтан жұмыс істейтін немесе фриланспен айналысатын азаматтар өз құқықтарын қалай қорғай алады? Пандемиядан кейін қашықтан жұмыс істеу қалыпты нәрсеге айналды. Адамдар үйден, кафеден, басқа елден жұмыс істейді. Біреулер келісім шартпен, біреулер тек сөз жүзінде, біреулер Қазақстандағы компаниялармен, ал енді біреулер шетелдік тапсырыс берушілермен жұмыс істейді. Бірақ олардың көбісі өз құқықтарını заң жүзінде қорғай алмайды. Себебі ешқандай ресми келісім жасалмаған немесе заң талаптары орындалмайды. Алдымен маңызды айырмашылықты түсініп алайық. Қашықтан жұмыс істеу мен фриланс бір нәрсе емес. Қашықтан жұмыс істеу дегеніміз, сізде ресми жұмыс беруші бар, еңбек келісім шартына отырғансыз, тек кеңседе емес үйден жұмыс істейсіз. Бұл жағдайда сіздің құқықтарыңыз Қазақстанның еңбек кодексімен қорғалады. Сізге еңбек демалысы, аурухана парағы, әлеуметтік төлемдер, тұрақты жалақы, зейнетақы жарналары және басқа да кепілдіктер беріледі. Ал фриланс дегеніміз, сіздің клиентпен азаматтық құқықтық келісім шарт арқылы жұмыс істеуіңіз. Яғни штатта жоқсыз, жоба бойынша немесе белгілі бір жұмысты орындау үшін ғана келісесіз. Жалақы сағатқа емес, нәтиже үшін төленеді. Сайт жасап беру, мақала жазу, аударма, кеңес беру және тағы басқа. Мұндай бәрі келісім шартқа байланысты, егер ол бар болса. Сондықтан алғашқы және ең маңызды кеңес: міндетті түрде келісім шарт жасаңыз. Клиент сіздің досыңыз болса да, сенім бар деп ойласаңыз да, ешқашан тек ауызша келісіммен шектелмеңіз. Келісім шартта міндетті түрде мына мәліметтер болу керек: тараптардың толық аты жөні, қандай жұмыс атқарылады, нақты мерзімі мен ақысы, қандай кезеңдермен тапсырылады, кім қандай жауапкершілік алады. Егер сіз тек Telegram немесе WhatsApp арқылы сөйлесеңіз, бұл да дәлел бола алады. Бірақ жазбаша келісім шарт сізді әлде қайда жақсы қорғайды. Келесі маңызды тақырып төлем мәселесі. Фрилансерлер жиі кешіктіру, алданып қалу, ақша кейін деген уәделермен кездеседі. Бұған жол бермеу үшін кемінде жартылай алдын ала төлем сұраңыз. Жұмыстың орындалғаннан растауды жазбаша түрде тіркеңіз. Мессенджерде, емейл арқылы. Барлық скриншот, файлдар, хат алмасу сақтаңыз. Бұл даулы жағдайда үлкен көмек болады. Егер клиент ақша төлемесе, сіз сотқа талап қою арқылы өз құқығыңызды қорғай аласыз. Егер сома 2000 аек-тен аспаса, жеңілдетілген іс жүргізу тәртібі қолданылады. Адвокатсыз да шешуге болады. Ең бастысы дәлелдердің болу керек. Ал егер сіз ресми тіркелген жеке кәсіпкер болсаңыз, сіз акт жасай аласыз, шот фактура ұсынасыз, сосын сот немесе орындаушылар арқылы өндіріп ала аласыз. Үшінші маңызды мәселе: салық және заңдастыру. Егер сіз тұрақты табыс тауып отырсаңыз, міндетті түрде салық төлеуіңіз қажет. Таңдауға болатын екі жол бар: өзі жұмыспен қамтушы тіркелу оңай, егов немесе Каспи арқылы тіркелесіз. Жылдық табыс шегі 1175 аек, шамамен 5 миллион теңге. Жеке кәсіпкер ретінде тіркелу 3% салық, 90 сайын 910 тапсырасыз. Артықшылықтары: заңды түрде табыс табу, зейнетақы мен медициналық аударымдар жасау, мемлекеттік бағдарламаға қатысу. Көптеген тапсырыс берушілер де заңды тіркелген адамдармен жұмыс істеуді қалайды. Бұл сенімділік береді. Төртінші блок: шетелдік тапсырыс берушілермен жұмыс. Егер сіз Upwork, Fiverr, TopTal сияқты платформаларды немесе шетелдік клиенттермен және келісімдер арқылы жұмыс істесеңіз, мынаны біліңіз: сіздің табысыңыз шетелдік табыс, бірақ ол да Қазақстанда салық салынатын табыс ретінде қарастырылады. Контракт жасау міндетті, тіпті ағылшынша болса да, бұл банк, салық органдары, юрист және үшін маңызды. Ақша Каспиге тұрақты түрде түсіп жатса, бірақ ешбір ресми сатысы жоқ болса,
бір күні салық органдары қызығушылық танытады. Сондықтан алдын ала тіркеліп, бәрін заңдастырған дұрыс. Бесінші аспект – авторлық құқық. Егер сіз дизайнер, бағдарламашы, копирайтер, онлайн оқытушы болсаңыз және авторлық контент жасасаңыз, бұл сіздің зияткерлік меншігіңіз. Құқықты қорғаушы үшін келісімшартта нәтижені кімге тиесілі екенін нақты көрсетіңіз. Егер құқық сізде қалса, солай деп жазыңыз. Егер бұл жазылмаса, клиент жұмысты өзі жасады деп көрсету мүмкін, ал сіз оны дәлелдей алмай қаласыз. Ақырында алаяқтардан сақ болыңыз. Фриланс саласында да оңдайлар көп. Егер сізбен келісімшарт жасаудан бас тартса, алдын ала төлем бермесе, жалған аккаунтпен сөйлесе, бұл күмән тудыруы тиіс. Сіздің еңбегіңіз құнды және ол қорғалуы тиіс. Қорытындылай келе, егер сіз фрилансер немесе қашықтан жұмыс істейтін маман болсаңыз, келісімшарт жасасу, жұмысты дәлелдеу, төлемді тіркеу, заңды түрде тіркелу, салық төлеу, авторлық құқық қорғау, осыны бәрі сіздің кәсіби қауіпсіздігіңізді қамтамасыз етеді. Дұрыс жолмен жүрсеңіз, фриланс тек еркіндік емес, сонымен қатар сенімді әрі заңды табыс көзі бола алады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған адвокат Тайыр Насханов. Арнаға жазылыңыз, лайк басыңыз және пікірге жазыңыз. Фриланс пен онлайн жұмыс қатысты қандай заңдық тақырыптар сізді қызықтырады? Келесі кездескенше.